Қазір мына 15 коробка алып жатырмын ғой. Екінші рет бұл. Екінші рет? Иә. Біріншісінде сол жаңағыдай ғой, сол бір өзім бір қателіктелім болды ма? Соны мен ертең айлығымды аламын да сразу екеуін түсіріп қоймақшымын. Бұл тұра береді ғой, 2-3 айда бұл ескіріп қалмайды ғой. Иә. Айына 5 күн демалысым бар. Барам осы жұмысым, анау-мынау бәрін істеп жүремін, үйдегі барған кез ойлағанда. Ассалаумағалейкум, құрметті әлеуметтік желі қолданушылары, Байғазақ арнасының тұрақты көрермендері. Бүгін бірінші рет емес, екінші рет шылаушын алып, жаңадан кәсіп бастағалы жатқан ағамыз Ағдәулеттен шылаушын сатып алып жатыр. Қазір ол кісімен сұхбаттасатын боламыз. Көке, жалпы біріншісінде өзіңіз таныстырып жіберсеңіз? Менің есімім Нұржан. Енді қанша көлемде алып жатсыз, қанша коробка алып жатсыз, көке? Қазір мына 15 коробка алып жатырмын ғой. Екінші рет бұл. Екінші рет? Иә. Біріншісі қалай болды? Біріншісінде сол жаңағыдай ғой, сол бір өзім бір қателіктелім болды ма? Сол мына бәкең айтпашы қыздырып алдым, или азық аз болды ма? Осы биыл мысалы мына қыстан шығады ғой, малдың боғы. Или сол былтыр күздегі сол жаңалауы боқ бола бере көрі екен да. Сіз ескі көңге сап қойдыңыз ба? Сондай ау негізі, ана бір камазым сондай ау келді да. Сол өзімде сөзі бар ма, бір андай бір өткен ма, қап-қара ойдағы адамдар. Ол да әкеп бере салды. Енді мен пысықта бәрін неғып атым, ол бір камазы бар танысым. О, Тұрбат деген жерден келеді, Қазығұртжақтан. Күні кеше звондасты да, осындай қыстан шыққан бар ма, 2 камаз малдың боғы бар деді да, таза сиетіп қойды. Соны мен ертең айлығымды аламын да сразу екеуін түсіріп қоймақшымын. Бұл тұра береді ғой, 2-3 айда ескіріп қалмайды ғой. Үйде сол қыздар, қатындар істеп бар ғой да, мен жұмыстан дайындап, насос беріп қойғам, су сеуіп. Компост сеуіп тұрғанға да. Сондай қылам жүрем. Мынаны екінші рет табадым ғой да. Енді қаншадан келісіп алдыңыз енді? Мынаны ма? Былтыр кеткен ғой сол баға ғой. 10 мың теңгеден ма? 15 мың теңге. Бұл ма та қаншаға туры келеді? Коробкасы. Жоқ, 30 коробкаң 200 мың теңге болған. Салды. Қазір 100 мың теңгелік тауар алып тұрсыз қазір, Иә, тағы кетіп атым. Ертесі айлықтан сразу не қылам ойда. Не қылам оны? Ертірақ көбейі көрі қобыл. Иә. Енді әптен диқаншылық істеген адаммын ғой негізі. Қалай кетіп қалғам да, бірақ бар ма, осындай нәрселерге қызығамды өзімше бар тәуекел деп істей беру керек та. Иә. Банкрот болған жігітпін мен қалада. Қайттан соны неғып атырмыз ғой, жай ойда. Қайттан басамыз. Бәке, болады бәрі. Көрермендерге не айтасыз енді өзіңіз? Қызығып жүрген балдарға? Қызығып жүрген балдарға мынау биогумус салыңдар. Осыны өндіріп тұздаңдар. Үйде бола беретін кәсіп та бұл. Басқа жақта да жұмысын істей бересің, жайлап. Өзіңде не жұмыс істейсіз өзіңіз? Мен медреседе жұмыс істеймін ғой. Кім болып? Сол жай жұмысшы. Осында медреседе. Бұл қосымша? Бұл қосымша үйдегі, иә. Айына 5 күн демалысым бар. Барам осы жұмысым, анау-мынау бәрін істеп жүремін, үйдегі барған кез ойлағанда. Қалған уақытта 25 күн медреседе жұмыс істеймін. Көп уақыт, көп күш талап етпейді? Иә. Өзім есебім сондай ойда, солай істеп атырмын ғой. Құдай қаласа. Болды. Ісіңізге Алла берекет берсін енді. Бәрі нормально болады. Мінеки құрметті көрермендер, қазір Ағдәулеттің өзін алдымызға шақырып сұхбат алудың сәт түспей жатыр. Алайда өзімде кішігірім білетін азамат ретінде айта кетейін. Мына бір шеттері биогумус болған. Қазіргі таңда ал мына жаққа өту үшін жаңадан көң тасталған. Қазір бұл жерді көрейік. Мінекей.
Осындар жақсы. Мінекей осылай. Енді алдағы уақытта мына енді шөп басып жатыр кішкене. Жаңа Арлөбектің әкесі шөп басып жатыр ғой, түсірмей ақ қойсайшы дейді. Бірақ енді бұл шөптің барлығын жұлып алып, немесе осылай арасына салып жіберсеңіз, немесе бетіне тастасаңыз көлеңке болады, арасына салсаңыз өзі жеп қояды. Жалпылама алғанда анау айтқан бір проблемалық жағдай емес. Мінекей, енді мынау екі жүйектің ортасын алдағы уақытта мына биогумусын алатын болса, мынаның ортасын қосып, сәл үлкендеу жүйегі жасайды.